Үйлену тойы әрбір қыздың өміріндегі маңызды оқиға. Және әр қалыңдық бұл күннің ойдағыдай өткенін армандайды. Моя свадьба будет самая красивая. Қазақстанның ең үздік қалыңдығы болатыныма сенімдімін. Жеңіс біздікі. Біз осы аптада тараздықтар тойды қалай тойлайтындығын тамашаладық. Мейрамхана таңдаудан шатасқан. Мейрамхананың сервисі да, дастархан тамағы да ұнаған жоқ. Конечно, подкачали немножко салаты, потому что как они стояли в начале, так они стояли до конца. Таңғалдырғысы келсе, жанды дауыспен айту керек еді. Я могу твердо сказать, что это платье 2009 года. Апта бойында 4 қыз бір-бірінің тойына қатысып, мейрамхана таңдауда. Мерекелік мәзір мен ойын сауықтық бағдарламаны және де қалыңдықтың ақ көйлегін барынша әділ бағалайтын болады. Әр номинацияға қыздар 0-ден 15 пайға дейін қоя алады. Жүлделі орынға біздің жұп не болатынына сенімдімін. Ұтпай қалсам қайтем оны айтып алдым. Мне кажется, они нам не конкурент. Менің тойымнан асып кетеді деп ойламаймын бұл тойда. Мен тойыма жетпеймін. Қарсыластары жоғары бағалаған жан ғана ең әдемі қалыңдық атанып, бас жүлдені жеңеді, яғни саяхатқа аттанады. Өзің қалай ұстап жүр, біз бәріміз келдік, мен ертең менің тойыма келсе, мен өзімді олай ұстамаймын. Ну, в общем, было неприятно. Романтикалық саяхатқа күресте қыздар бар амал тәсілдерін пайдаланды. Кегесін пікірлер айтылып төмен ұпайда қойылды. Кімнің жеңімпаз атанатындығы бәрімізге жұмбақ. Себебі бүгін қыздар тойдан алған әсерлермен бөлісіп, ең әдемі қалыңдыққа дауыс бермек. Қыздар, бүгінгі жиналған күніміз құтты болсын. Бәріміз үйленіп, әйелі болдық. Жігіттерімізді Ең бірінші сол үшін тосымызды көтерейік. Кәнекей, жобаға қатысушылармен бірге өткен тойды еске алып көрейік. Және тойдан алған әсерлеріне соңғы рет қойған бағаларын тыңдайық. Әр қалыңдыққа 50 пайдан беріледі, ал оны олар қарсыластармен бөлісуі керек. Сонымен бірінші той Динарада өтті. 210 қонаққа дастархан жайылса, бюджет қоры 4 миллион теңге. Төрт тойдың ішінде Динара мен Рахаттың үйленуінде ғана мейрамханаға қосымша безендірулер жасалды. Қыздар мұны байқағанымен ұпай берерде оған аса мән бермеді. Невеста мен мейрамхана жоғарыдан түсетін сияқты ғой, нельзя соңғы ақырымен істеген сияқты. Ресторан өзі өте жақсы ресторан, бізде Тараз қаласындағы. Мен қояр бағам жақсы 12. Ресторан үшін барлығына 5 деген баға қоямын. Ауыз толтырып айтатында ештеңе жоқ. Менің осы жалға қоятын бағам, яғни 7 балл берем. Менің тойымда негізі оформление жақсы болды деп ойлаймын. Себебі біз алдын ала заказ беріп, қандай болатынын баннердің, фуршетті, екінші этаждан түсетін лестницамызға шейін гүлдермен әсемдеп, сондай оформление жағы жақсы болды деп ойлаймын. Ал қалған қыздардың ресторандарында ондай оформление байқаған жоқ. Қалыңдық қымбат ақ көйлекті таңдады. Ол оны 150 мыңға сатып алғанымен қарсыластары мұны бағаламады. Себебі қыздар оның бағасын емес, ыңғайсыздығына мән берді. Қыздың көйлегі өте әдемі, бірақ ол көп жерлерде мешайт етті. Бетін қатты бояп жіберген, сондықтан да свет түскен кезде бетінде қатты боялғаны көрініп тұр. Ал прическасына келетін болса, прическасы ол коронасы үлкен болды да, сөйтіп прическасы дұрыс көрінбей қалды. Осылардың бәрін қорытындылай отырып, мен 7 деген балл беремін оларға. Динараның киім үлгісіне, прическасына, макияжына 10 балл беремін. Негізі бірақ Динара ренжімесін, мен 3 деген балл қоямын. Қалыңдыққа қарағанда ерекшелігі көйлегімнің ұзынырақ болды. Былайша айтқанда, қазіргі стильдегі шлейфпен болды. Ол шлейфті мен арнайы тіктірттім. Артын кішкене жинаққызып істеңіз, себебі мен тойымда
Күйеу жігіттің ата-анасы 3 жыл бұрын асабан таңдаған. Тамада тойды көңілді өткізуге тырысқанымен, ойын-сауықтық бағдарламасы қыздарға мүлдем ұнаған жоқ. Бұл той керемет болды деп айта алмаймын. Іш пысарлықтай. Рахат пен Динараның тойына тойының бағдарламасында 8 балл беремін. Шоу программасы және бишілерге бәрін қосқанда 7 балл қоямын. Бүткіл жашты, бағдарламалар, өлеңдер, цирктар, барлығына қоса мен 4 балл қоямын. Ал Жанеркенің әрекеті бәріне сөзсіз ұнады. Мен Жанеркенің дауысын естіп кеткен жоқ. Өте жақсы деңгейде айтып шықты. Басында үндемей өзде енді былай тұрған сестра қыз емес сияқты, бірақ уақытысында ортада үлгеріп, киімін ауыстырып келіп, одағы қатысып активистейді. Жанерке жақсы айтты. Маған ұнағаны, менің тойымда сондай тосын сый жасағаны қатты ұнады Жанеркенің. Қалған қауымдықтардың тойында неліктен екенін білмеймін, ондай тосын сый жасаған жоқ. Өте ыңғайсыз болды. Жаңағы өздері нөмір дайындағанмен, оны бүйтіп көрсетіп алған жоқ. Өйткені жаңағы дилегіңіз қайта-қайта нұсай кетіп, қайта-қайта қолымен ұстап, Динараның кеше билейміз деген кезде мен үлкен би күттім. Ондай би болған жоқ, себебі олар бір орында просто бүйтіп айналды, болды. Күйеуім екеуміздің биіміз ерекше болсын деп ойлаймын. Себебі мен ондай биді басқа қалыңдықтардан тойынан көрген жоқпын. Ойын-сауықтық бағдарлама мен қалыңдықтың бейнесі қарсыластарын таң қалдырмады. Бірақ мерекелік мәзір олардың көңілдерінен шықты. Дегенмен қандай да бір нақтылық жетіспеді. Дастархан өте керемет, тамаша өтті, өте жоғары, күшті, дәмді тамақтарының барлығы. Мен тамақтардың ішінде ұнаған, енді маған әрине бешбармақ бірінші ұнайды. Одан кейін мясной салат, қуырылған балық ұнады. Бешбармағы да өте тамаша болды, қамыры да, кеткен соғандар деген сәлесіліп, жоқ жақсы түсті, өте тамаша. Мен бүгінгі тойдың дастарханына жалпылай қорытындылап отырып 7 балл беремін. Дастарханға мен 10 деген баға қоямын. Только фрукты жақты айтсақ болады, өйткені ол біздің алысырақ болды, оны официанттар келіп, бөліп беріп, алдымызға қойса да болатын еді. Онда ештеңке болған жоқ. Ойын дастарханына Сонымен Динараның тойы 180-нен 91 ғана ұпайды жинады. Менің өзім тойымда ұнамаған жақтары болған жоқ. Мен өзім қалай ойладым, қалай көз алдыма елестеттім, тура солай болды. Ендеше қарсылас қыздарды да тыңдайтын кез келді. Еске сала кетейік, жобаның ережесіне сәйкес әр қызда 50 пайдан бар. Оны бәсекелестер өзара бөлісуі керек. Ал осы пайдан Динараға қаншасы бұйырар екен? Маған Динараның тойы жалпы алғанда ұнаған жоқ. Іш пысарлықтай болды. Мен Динараға 15 деген балл қоямын. Динараның жаңағы гулянкасы скучный өтті, тойына бардық, тойына бәрі жақсы. Негізі өзімнің көңілімнен қатты шығып отқан Жанерке ғой, сол себептен де Динараға қояр бағам 15. Динараға 15 баллды беремін. Әрі қарай көретініміз. Былай қарағанда қызғаныш. Кешірім сұраймын, мен сөзімді қойға. Екінші күні біз Айдананың үйлену тойында болдық. Бюджет 2 миллион теңге, ал қонақ саны 350. Бұл тойдың өзгелерден ерекше болуы некеге тіркелуінде. Ешқандай рәсімсіз жас жұбайлар ахаж бөліміне барып, некелерін қиюды жөн санады.
жатыр, бізге ұнап жатыр. Жастардың поддержкасы да жақсы. Иә. Бірақ бұл күні бәрі ойдағыдай болған жоқ. Таң атысымен қалыңдықты әр түрлі сын күтіп тұрды. Басында бір беткей бет әрлеуші. Одан кейін некеге тіркелу сәтінде көз алдымызда қалыңдық фотосын түсіріп алды. Алайда ол эксклюзивті шаш үлгісі үшін жарты күнін жоғалтқан еді. Және де достарының аздап шарап ішкені тағы бар. Бірақ бұл күні бәрі ойдағыдай болған жоқ. Таң атысымен қалыңдықты әр түрлі сын күтіп тұрды. Лимузиндегі отырыс мүлдем болған жоқ. Біз шыққанша ол жақтан уақыт санап уже тез түссек екен деп сөйтіп отырдық. Ішіп те тұрды біздің көзімізше. Бұлай өтеді, бізде бір теуіп, бұлай өтеді. Мен оны негізі байқамадым. Мүмкін достарының кейбірі жобаның ережесін түсінбеген болар. Өйткені олар қалыңдықты қарсыластарынан қорғаштамақ болды. Осыдан кейін қыздар ойын-сауықтық бағдарламаға ұпайларын төмендетіп тастады. Айдана мен Нұрғазының қасына барып біз кішкене көңілдерін көтерейік деп жолайық десек, жолай алмаймыз. Қасында хотя бы кішкене болса беріп тұрайық десек, Жанеркені бір жоқ бала итеріп жіберіп құлап жаздады. Дружок бала кішкене қызу болып қалған ба, мен түсінбедім. Иә, кәдімгідей итеріп жіберді, құлап кете жаздадым. 3 рет итерді. Енді ол тойда билегеннен кейін көпшілік болғаннан кейін ондай жай бүйтіп мүмкін қол тиіп, может жай бүйтіп қимылдағанда итеріп не алған шығар. Ол тойдың бәрінде болады. Тамада қалыңдықтың да ойынан шықпады. Бірыңғай айтылған тілектер қонақтардың ғана емес, жас жұбайлардың да ызығырын шығарды. Асапамыз енді үлкен кісі деп әкеміз таңдаған, кішкене той серьезный болады. Мысалы үшін жас балалар таңдасақ, жас балалар тойды шу қылып жібереді. Бірақ ол тамада ол жерде ойында ойнатқан жоқ, қызықты ештеңке де айтқан жоқ, жиналыс өткізген сияқты болып қалды. Мен үшін өте үлкен минус сол тамада болды. Қонақтарды жалықтырған тілектерден тек күйеу жігіттің туыстары ұйымдастырған флеш-моб қана құтқарды. Дегенмен оның өзі қыздардың ойын түбегейлі өзгерткен жоқ. Бүгінгі Айдананың тойының программасында мен 5 қоям. Өйткені одан да төмен, тамадан өзі болса, мен одан да төмен баға қоятын едім. Өйткені бұл жерде кішкене жаңағы программаға кіріп отқан олардың достарының биі, олар да кішкене айтып кетуі керек, жақсы биледі, жақсы дайындалды. Ал биге жаңағы тамадаға сол себептен мен төмен баға. Осы бағдарламаны мен 7 деген бағаны қоям. Тойдың бағдарламасына мен тамада бәрін қосқанда, негіз тамада ұнаған жоқ ондай. Сондықтан да мен бал төмен қоям, 4 бал қоям. Бет әрлеушіге қарсы келіп, екінші рет жасалған макияж қыздар ұнады. Ал шаш үлгісін жасаушы маманның қиялын қыздар бағаламады. Адамдар айтып жатыр, енді мен шаш үлгімді модасы ескі сияқты екен үлгісі деп. Білмеймін неге екен, бірақ маған өзіме ерекше ұнады. Барлық тойда қалыңдықтардың шаш үлгілері бірдей. Мен ерекше болған қаладым, көзге бірден түскен. Сондай-ақ елдің бәріне көзіне бірден түсіп, бәрі уже сразу менің шаш үлгімді сөз қыпты. Көбісіне менің шаш үлгім ұнамаған екен. Қазіргі заманда бәрі коронамен, жаңағы диадемамен істеп жатады ғой, оның прическасы. Ондай сіз өзі айтқан, ондай корона ештеңке тақпаймын. Тек қана фото болады, прическам әдемі болады деп өзі айтқан. Шаш үлгісін толығымен аяқтамаған сияқты, өйткені жаңағы невестаның фотосы құлап кете береді да, қайта-қайта түсіп кете берді. Макияжы ғана ұнады, көйлегі қатты ұнаған жоқ, одан кейін жаңағы фотосы ұнаған жоқ. Невестаны керемет деп айта алмаймын, көйлегі қарапайым. Тойдың 2 күннен кейін деген барып мен енем естіп, енем маған айтып барып ауыстырдық басқа көйлекке, сөйтіп мына көйлекті алып, енді мен үйде әжім қатал болғандықтан алды-арты жабық болу керек бізге строго. Сондықтан қол тікіздік, артын полный жапқыздық, ашық жерлерін бәрін жауып, қымтап, сөйтіп дайындап берді көйлекті. Маған өзім көйлегім өте жақсы ұнады. Бүгін Айдананың образына мен 7 деген бағаны қоямын. Негізі маған ұнады барлығы, көйлегі де бәрі, сондықтан да мен 8 деген бал қоямын. Бүгінгі Айдананың көйлегі, жазбасына, макияжына Мерекелік мәзірді де сынғалды. Тағы да бұл жерде қыздардың ойы екке бөлінді. Бірі етті жұмсақ десе, енді бірі қатты деп наразылығын білдірді. Ешбір уақытта ұнады, өте
әдемі, жақсы, қамыры да жақсы піскен. Еттері қатты болды, қамырлары қалың болды. Еттері маған ұнаған жоқ. Бірақ басқа салаттары жеуге болады. Дәмдері жақсы. Тойының дастарханында 8 қойдым. Бүгінгі тойдың дастарханына мен 5 балл беремін. Бүгінгі Айдана мен Нұрғазының тойында дастарханына мен 11 деген бағаны беремін. Қыздар мейрамхананың безендірілуін ерекше жоғары бағалап өтті. Дегенмен жас жұбайлар қосымша безендірілуге тапсырыс бермеген еді. Кіріп келген кезде оформление ұсынады, маған өздері төрде отыратын, тоже қазақ ойынмен бәрі әдемі, жақсы істелген. Нұрғазы мен Айдананың жаңа баннері өте керемет болды. Екесінің суретін қойып істепті баннерін. Фуршетте сол фруктылар қойылған, салаттары басқаша бір жылтыр пакеттерге салынған. Оларда бір өзгеше вид беріп тұр. Маған ұнады. Жалпы оформлениесіне қояр бағам 8. Ресторан оформлениясына, осы залына 12 деген баға қоямын. Менің оформлениеге қоятын бағам 7 балл. Айдана қанша тырысқанымен Динарадан асып түсе алмады. Тойдан бар жоғы 89 ғана ұпай жинады. Бізге билеуге мүмкіндік бермеді. Мүмкіндіктер болмады, өйткені уақыттың тығыздығына байланысты. Біз тек өлең айтып қана үлгердік. Біз жұбайымыз екеуміз жаңағы барлық традиция өзіміздің ойымыздан, фантазиямыздан құрап, түнімен билеп дайындалғанбыз негізі. Жалпы мен өзімнің тойым маған өзіме ұнады. Айдананың үйлену тойы қарсыластарына қаншалықты ұнағандығын берілген ұпайға қарап көрелік. Айдана деген қалың тойына 16 деген баға қоямын. Прическасы ұнаған жоқ, тамадасы да мысалға жаңа тойды жақсы алып кеткен жоқшы. Сол себептен мен оған қояр бағам 14. Динараға 15 балл беремін. Үшінші күні қыздар таң шолпанның тойында қыдырды. Шығын 3,5 миллион болса, дастархан 300 қонаққа жайылды. Қыздарды жас жұбайлар өзгеше сауық сайран құрулармен таңдандырды. Олар балалар үйіне барып, бәріне сыйлық таратты. Балақайлар ғана емес, жастар да ерекше қуанышқа бөленді. Сөйлеген сөздер маған ұнады. Күйеу баланың мінезі өте керемет, тамаша, ішкі жан дүниесі өте жақсы. Таң шолпан тойы болатын күні қар жауатын шығар деп күткен еді. Сондықтан алдын ала мұқияттылық танытып, қыдырыс кезіне бір көйлегін, мейрамханаға екінші ақ көйлегін дайындаған болатын. Маған ұнаған жоқ. Екі көйлек киді, екеуі де ұнаған жоқ. Таң шолпанның көйлегі, бетіндегі макияжы тым қарапайым. Сондықтан маған асып ұнаған жоқ. Мен 4 деген баға қоямын. Мен осы қалыңдықтың образына 8 деген балл беремін. Жалпы Таң шолпанның образына бүгін мен 11 деген баға қоямын. Әрі қарай жобаға қатысушылар мейрамхананың таңдауына бағаларын қойды. Кейбір байқамбаздары стильге сәйкес келмейтіндігін де аңғарды. Жалпы осы оформлениеге 10 деген балл қоямын. Ресторанның оформлениясына 10 деген балл қоямын. Мен залдың безендірілуіне 8 деген баға қоямын. Мерекелік дастархан қыздарға дәмді көрінді. Тек даяшылардың қызмет көрсетулері ғана көңілдерінен шықпады. Сөзін былайша айтқанда тыңдамайтын сияқты да мен дастарханына 10 деген балды беремін. Қармашқан ең бәрін жетістім. Тамақ өте дәмді, өте керемет, өте күшті. Тамақтарға мен общий 7 балл қоямын. Мен осы тойдың дастарханына, яғни менюна 8 балл беремін. Таң шолпанның ойын сауықтық бағдарламасы әр қырлы болды. Жанды дауыста айтылған ән, керемет дауысты әнші, бишілер мен сиқыршылар. Бірақ қыздар мұның бәрін дұрыс бағалай алмады. Себебі олар өздерінің көңіл күйлерін түсірген тамаданың әдепсіздігін кеш бойы еске алды. Келін деген онысы маған өте қатты ұнамады. Жалпы бүгінгі тойдың
көңіл бағдарламасына мен 8 деген баға қоямын. Жалпы тойдың көңіл көтеру бағдарламасына мен 8 балл қоям. Мен 5 деген баға қоямын. Әркім өзінің тойы өзінің ойынан шығу керек деп ойлаймын. Өз тойым өзінің ойынан шықты. Ата-анамыз жаңағы өте жақсы дайындалған. Бәрі көңілімізден шығып, бәрі ойымыздан шығып жақсы болды. Бірақ қалыңдық аздап қулығын асырды. Не ойын-сауықтық бағдарламада барлық қойылымдар шын мәнінде қойылмады. Холодный фонтан болу керек еді, холодный фонтанымыз болған жоқ. Келе алмай қалыпты ол кісілер. Соған қарамастан Таңшолпан ең жоғары 97 ұпайға ие болды. Егер ойын-сауықтық бағдарламаның барлығы болғанда, одан да жоғары бағаланар ма еді? Кім білсін? Екеуміздің вальс билеген жеріміз ерекше болды деп ойлаймын. Басқа тойлардан өткен басқа тойларда біреу өлең айтты, біреуі жаңағы биледі. Деген сияқты бізде жаңағы қар шашырап, күнде шығарып сол болды. Ресторанымыз толық болды, бәрі көңілден шықты. Үшінші той қыздарға қандай әсер қалдырғандығын білейік, және де бәсекелестер 50 ұпайдың қаншасымен бөлісуге дайын. Таңшолпан қалыңдыққа да 16 баға қоямын. Ал Жанерке болса басқа өлшеммен ұпай беруді негізге алды. Маған енді жаныма жақын, ең жақыны ол Таңшолпан әрине. Себебі екеуміз жақсы сырласа аламыз. Онымен де енді екеуміздің өміріміз бірдей сияқты да, өзіміздің сырымызды айтамыз. Ал Айдана мен Динара онша жақын емес. Себебі Динара өзін ешкім биік ұстайды. Бізден де биік ұстайды. Ал Айдана болса кішкене мақтаншақтау. Енді балға келетін болса, менің қасымда жүріп, маған поддержка беріп, бір-бірімізбен сырласып, енді жақын араласып кеттік Таңшолпан екеуміз. Сондықтан да оған мен 25 балды бергім келеді. 50 ұпайдың тең жартысы. Жанерке, мәрт екенсің. Ендеше кезек оның тойына да келді. Кеше ғана келіндер жоба қатысушыларының арасындағы ең жас жұбайлар Жанерке мен Нұрбақыттың тойында болды. Бюджет 3 миллион, шақырылған қонақ саны 400. Той басталар алдында қар жауып, Жанеркенің қала аралап қыдыруына өзгеріс енгізілді. Жастар Тараз қаласынан 20 шақырым алшақ тұрады. Таңертеңгісін боран басталып, қалаға баратын жол жабылды. Жастарға арналған көліктер ауылдан шыға алмай, мейрамханада қонақтар жас жұбайларсыз тойлайды деген қорқыныш та болды. Бірақ жастар байбаламға салынбады. Қарлы боран қатты басталып кетпей тұрғанда, күйеу жігіттің достары қаланы айналып өтетін жолмен баруға бел буды. Олар 4 сағатқа жуық кідірді. Дегенмен бір мезетте ауа райының астан кестең болғаны қатал сыншыларды жұмсартпады. Қыздар жобаның ережесіне сәйкес жастарды сынға алды. Мысалы үшін негізі күйеу жігіт пен қалыңдықтың ондай ленталарына келетін болсақ, ленталар негізі бірдей болу керек. Ол заман талабына сай. Белбеуші болып жатса, қалыңдықтікі фиолетовый емес, қызыл болу керек еді. Жанеркеге макияжына, киген киіміне, жалпы образына қоятын бағам, 10 деген баға қоям. Прическасын жақсылап жасаған, фотосы жақсы тұр. Өткендегіндей бір невестаныкіндей емес, фотосы түсіп қалып жатқан жоқ. Жанеркенің образына мен 8 деген балл қоямын. Жанеркенің көйлегіне, прическасына, макияжына қоятын бағам 12. Қарсыластар қалыңдықтың жұқа тоңы мен жаураған жүзіне қарап аздап ұпайды төмендетті. Дегенмен олар күйеу жігіттің достарының ілтипаттылығын бағалай білді. Достарым бәрі жылы қабақпен қарсы алды бізді, жаңағы келе салып, саламатсыздар ма, сіздер невестасыздар ма, отырыңыздар. Енді 3 тойды көргеннен кейін енді басында қыздар білген жоқ қай жерде қалай, мысалы, достарын қалай ұстау керек екенін. Сондықтан да бұл жақтан да кішкене 3 тойға барғанда опыт алып алдық. Достарымызға айтып, кішкене сыйлаңдар деген сияқты. Мысалы, бір тойда жаңа сыйламай жатты бізді, бір тойда бізге вообще көңіл бөлмей жатты. Өте жақсы өтті, көңіл күймен өтті. Және де гулянкасынан бастап бізді достарына алдын ала айтып қойғаны белгілі болып тұр. Дегенмен Жанерке мейрамхананы дұрыс таңдамады. Себебі бұл жер Таңшолпан тойын өткізген мейрамханаға қатты ұқсайды. Сөйтсек, екі салтанат сарайының қожайыны бір кісі екен, ал бұл қарсыластарына ұнаған жоқ.
Таңшолпанның тойымен бірдей, ал былай қарап тұрсаңыз, тамақтарына дейін бірдей болды. Ресторанның оформлениясына мен 7 деген баға қоямын. Енді Жанеркенің тойының оформлениясына қояр бағам 7. Мен осы ресторанға қояр бағам 7 деген баға қоямын. Енді өзімнің тойым болғандықтан ондай қатты ұнамады деген нәрселер болған жоқ. Енді бәрі шын көңілімен істеп жатқаннан кейін. Екі күн қатарынан бірдей ас ішкендіктен қарсылас қыздар бағаларын едәуір төмендетті. Бүгінгі тойдың менюына мен 7 деген баға. Ет алып келді. Еттер кішкене қаттылау. Менюіне мен 3 деген балл қоямын. Себебі менюлері маған жоқ. Бір күн бұрын өзім тойымда жеген салаттар, өзім тойымда жеген тамақтар. Сол себептен мен енді олғанда 8 балл қоямын. Таңшолпандікімен бірдей болып қалды. Енді ол да орталарында әңгіме болып жатыр, оны мен естіп жатырмын. Мен оны білген жоқпын, егер білгенде кішкене басқаша қылып өзгертіңіздер деп айтатын едім. Айтпақшы, Жанеркенің тойында әжептәуір дүрбелең болды. Кенет Таңшолпанның денсаулығы нашарлап, жедел жәрдем шақырылды. Сөйтсек оның аяғы ауыр екен. Таңшолпан есін жиған соң, дәрігерлер мен оның жұбайы жобаға қатысуға келісімдерін берді. Жанеркенің жаңағы программасында менің көргенім көп болған жоқ. Ал Жанеркенің тойында көретін қызық көп болды. Жанеркенің тойындағы ойын-сауықтық бағдарламаға баға қоярда қыздар бірден бір ауызды болды. Жанерке тойынан 93 ұпай жинады. Енді қосымша баға алатында кез келді. Жанеркенің тойы өте қызықты өтті. Кішкентай балалар билеген жері, сондай жолдары жақсы болды. Бірақ асыра деп көп жолды іздеген дұрыс болмады. Басын және күшті бастап келеді, потом неға кеуі қосылды, потом басқаша болып келді дауыстары. Былай айтқанда екеуінің дауысы екі түрлі шығып кетті. Құрт жіберіңдер деп айтып жатыр. Бірақ негізі өзіме ұнады, себебі бұлай оригиналын тыңдағанның өзінде негізі солай айтылады. Флешмобқа келетін болсақ, негізі ол маған сюрприз болды. Бәрі мен қайын сіңілдерім ол жерде. Шын көңіліммен істеп жатқаннан кейін әрине ұнады, бірақ ұнамады деген ол маған күрес ұнаған жоқ. Тойында жұбай екеуінің билеп өлең айтатынын айтқан. Бірақ өлең айтты, енді бірақ билемеді. Өз басым егер тек тойымыз ғана болатын болса, онда үлгеретін едік. Себебі тек тойдың қамымен жүресің да ол кезде. Мен алдымда ұзату болды, күйеуімде кішкене икемі жоқ еді. Соған енді оғанда үйрету қиын болды, сондықтан да өлең айтып шыға салу керек болды. Сондықтан да кешірім сұраймын енді сөзімнен тайғаныма. Жанеркенің тойындағы ойын-сауықтық бағдарламаға баға қоярда қыздар бірден бір ауызды болды. Жанерке мен Нұрбақтың тойы жалпы негізі жақсы өтті. Әрине ол достарының арқасында мен 8 деген балл қоямын. Жалпы жақсы, тек жаңағы күрестірмегенде, олар болмағанда басқа да әншілер өлең айтып жатты. Онысы да жақсы болды, бәрі жақсы тамаша. Бүгінгі тойдың жалпы бағдарламасына мен 8 деген баға қоямын. Оған 8 қоямын. Жанерке тойынан 93 ұпай жинады. Енді қосымша баға алатында кез келді. Жанеркенің тойында ұнамағаны
тамада ұнамады. Сондықтан Жанеркеге 18 деген баға қоямын. Жанеркеге 18 деген бағаны қоямын. Енді өзіме осы проектіде ең жақын болған досым да, сырласым да Жанерке болған себептен мен Жанеркенің тойына до конца қатысқан жоқпын, бірақ бастамасын өзім байқадым, көрдім. Сол себептен мен Жанеркеге 25 қоямын. Таңшолпан жомарттық танытып құрбыларына ұпай қойды. Тіпті Жанерке оған бәсекелес бола алатындығын мүлдем ойлаған жоқ. Әрі қарай көретініміз. Менің айтқаным айналасы күткен жоқ. Біз барлық 4 тойды еске алдық, және қыздар тойдан алған әсерлерімен бөлісіп жалпы бағаларында қойды. Дегенмен әлі шешім шығаруға ерте. Алда қыздарды жасырын дауыс беру күтіп тұр. Қазір қыздар ең әдемі қалыңдыққа дауыс берулер тиіс. Ең көп дауыс жинаған жан тағы қосымша 10 ұпайға ие болмақ. Соңғы дауыс беруден кейін жағдай қалай өзгермек? Себебі той ұнады. Өте жақсы өтті. Таңшолпанға беремін, себебі оның тойы өте көңілді өтті. Мен даусымды Динараға беремін. Себебі маған Динарамен араласқан ұнады. Сырт көзге тәкаппар өзімшіл болып көрінгенмен, негізі бірінші көрген кезде сондай деп ойлайсың. Негізі араласа келе жан дүниесін түсіне, жүрегінде иманы бар, кішіпейіл деп ойлаймын. Сондықтан мен дауыс беріп жатырмын Динараға. Осымен қыздар дауыс берді. Және қыздардың біріне жеңімпаз атануға бір ғана қадам қалды. Таңшолпан мен Динараға бір-бірден ғана дауыс берілді. Ал Айданаға ешкім дауыс бермесе, Жанерке үшін 2 адам қол көтерді. Демек ол қосымша 10 ұпайды қанжығасына байламақ. Шиеленіс өрши түсті. Жуырда бәрін білетін боламыз. Әзірге біз ұпай санын есептеп жатқанда қалыңдықтар ғана емес, олардың жұбайлары да уайымдап, автокөлікте тағатсыздана шешімін күтіп отыр. Саяхатқа жолдаманы алып, кім бірінші шығар екен?
уақыт та жетті. Бірер минуттан соң қай қалыңдық саяхатқа аттанатындығын білетін боламыз. Жақындаған сайын жүрегіміз дүрсілдеп қоярға орын таппай жатыр. ішімізде жас болса да кішкентай болса да молодец. Кеше Нұрбақыт негізі айтып қалған өзінің бір сөзінде, енді бізге сіздер орындарыңызды берсеңіз. Енді біз ұттық деп есептемей қояйық, сендер өз жолдарыңды кіші, енді біз жасымыз кіші болғандықтан бізге берді деп есептейік. Мен соны ойлағанбыз деп. Мен жеңіске жетемін деп ойлаған жоқпын. Және қыздарға көп-көп рахмет. Сондай қобалжығаннан аузыма сөз де келмей тұр. Біз жауабын жариялауға дайынбыз. Естір құлаққа сенгісіз. Жасырын дауыс беруге дейін Таңшолпан алда болатын. Ол 1 ұпаймен Жанеркені басып озып тұрған еді. Қазір қыздардың қарсыластары қойған бағаны білуге мүмкіндік туды. Енді әркім өзі балын қойған тұр. Негізі качествосына қарай істеу керек еді деп ойлаймын. Ең ішінде қымбат менің көйлегім болды ғой. Себебі басына айтып кеттім. Солай. И оформление зал менде ғана болды. Сен просто платьяңда жаңағы шрифтпен болды, ол шрифтпен жаңағы сен гулянкада жүрген кезде артын бәрі былғанып, жердің бәрін сүйреп. Сол жағын бізге сол жақты. Бізде де қойылып жатыр, әрқайсында минус плюс болып жатыр ғой. Жас болған қыздар неше түрлі әңгіме, неше түрлі бағдарлама болады, олай. Ең бастысы көңіл, ең бастысы бақытты болайық. Ұпайды көріп болған соң қыздар өз тойлары жайында қарсыластар не ойлайтындығын білді. Сөйтіп қорытынды шығарды. Негізі басында Динарадан күдіктенгенмін, өйткені Динараның тойы бірінші болды да, мен оған мысалы жақсы бал қойдым. Қарап отырсам, негізі мен бәріне жақсы бал қойған сияқтымын, ішінде 12, 11, енді бұның ішінде бізді көбінесе құлатқан негізі Айдана екен. Мен негізі Айданадан ондай нәрсе күткен жоқпын. Шыны керек, мен мұндай бағаны күткен жоқпын. Себебі қыздардың қазіргі заманда айтады, вкус дейді ғой, вкустары жақсы деп ойладым. Менің көңілімді түсірген Айдана деген қыз өте төмен бал қойыпты. Соған мүмкін жаңағы өзінен мықты болып кетпесін деп былай қарағанда қызғаныш жағы бар сияқты қыздарда. Мен әділетсіз деп ойлаймын, себебі менің тойымды жақсы бағаламаған. Сәл болса да кішкене образыма, өнерге, ресторанның образына кішкене жоғары баға қоятын шығар деп үміттенгенмін негізі. Өйткені ол жердегі біздің дастарханымыз менің образымнан ерекше болатын. Ешқайсысына ренжімеймін. Сонымен соңғы нәтижемен танысайық. Айдананың тойы 125 ұпайды жинады. 3-ші орында Динараның тойы жеңіп алды. 136 ұпай. 2-ші орында Таңшолпан 155 ұпаймен алға шықты. Жанеркеде 154 ұпай жинағанымен жасырын дауыс беру арқылы 10 ұпайды қосып алды. Сонымен осы той аптада жеңімпаз атанады. Ендеше осы той аптасы аяқталды. Ал келесі аптада бізді жаңа үйлену тойы, әсерлі сезім, шытырман шиеленіс пен жаңа 4 қалыңдық күтіп тұр. Біреулерге қызық, мен үшін бірақ ол қатты ұнамайды. Үйлердің бәрі жиналып қойды. Ал жастар жоқ-жоқ болғатыр әлі келмеді. Таңғалдырғысы келсе, жанды дауыспен айту керек еді деп ойлаймын. Қатысуға шақырудың қажеті жоқ еді.
деді да өзі басқа жаққа алып кете салды. Енді ол біз үшін өте қатты тиді деп ойлаймын.